Сәлем достар, баршаңызға. Сіздермен Айзада, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен молочная девочка тортын дайындайтын боламыз. Және осы видеоның ішінде вафельный крошканың да жасалу әдісі бар. Соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен бір ыдысқа жұмыртқамызды салып аламыз. Ешқандай да миксердің қажеті жоқ. Венчиктің немесе лопатканың көмегімен жұмыртқаны сәл араластырып аламыз. Оның үстінен сгущенканы салып, тағы да сәл араластыратын боламыз. Ешқандай да әппақ көпіршік болғанша араластырудың қажеті жоқ, тек қана біркелкі масса болса болғаны. Жұмыртқа мен сгущенка араласқаннан кейін үстінен ерітілген бөлме температурасындағы сары майды құямыз. Тағы да біркелкі масса болғанша араластырамыз. Оның үстінен алдын ала електен өткізілген ұнның жартысын салып, қопсытқышты саламыз, бір араластырып аламыз, одан кейін барып қалған ұнымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Достар, сіздерге менің каналым, видеоларым ұнап жатса, әр жаңадан шыққан видеомды толығымен көріп, лайк басып пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Барлық керек ингредиенттерді астында описание бөлімінде қалдырамын, сол үшін төмен түсіп оқысаңыздар болады. Дайын қамырымыз осындай болады. Енді пергаменттің үстіне 20 сантиметрлік форманы қойып, ішіне 2 ас қасық қамырымызды құямыз да, форманың ішіне тегістеп салып шығамыз. Қамырды неғұрлым ортасынан шетіне қарай тегістеңіздер, сонда барлық жағы бірдей пісетін болады. Форманы алып, бір қатар тағы да жұқа жерлерін тегістеп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пешке салып, қарап тұрып пісіріп аламыз, өйткені тез күйіп кетеді. Корждарымыз тез пісетін болғандықтан, келесі пергамент қағазына да салып, дайындап қоямыз. Дайын піскен корждарымыз өте нәзік, жұмсақ болып келеді, сондықтан қағаздан алғанда абайлап алыңыздар. Барлық қамырымызды дәл осылай пісіріп алатын боламыз, және дайын болған корждарды бірінің үстіне бірін қоя салмаймыз, өйткені жабысып қалады. Сондықтан арасына пергамент қағазы немесе мен сияқты салафан қойып жинасаңыздар да болады. Ал енді тортымыздың ішіне жағатын кремін дайындаймыз. Менде үй жағдайында дайындалған сгущенка, оның рецептін менің каналымнан таба аласыздар. Төменде ссылка қалдырамын. Соның үстінде бөлме температурасында жұмсарып тұрған сары майды салып, блендермен езетін боламыз. Крем өте дәмді болып шығады және корждарыңызды керемет пропитать етеді. Сіздер қалауларыңызша басқа да кремдерді қолдансаңыздар болады. Ал енді тортымызды жинаймыз. Кальцоның ішіне бір коржымызды саламыз. Бетіне 3-4 қасықтай кремімізді құямыз. Жақсап тегістеп жағып шығып, келесі коржды салатын боламыз. Және дәл осылай барлық корждарыңызды жинайсыздар. 20 сантиметрлік диаметрде сіздердің торттарыңыздың биіктігі 14-15 сантиметр болады. Ал егер торттарыңызды одан биік болғанын қаласаңыздар, диаметрді 16-18-ге дейін кішірейтсеңіздер болады. Формаларыңыз кішірек болады, бірақ торттарыңыз биік болып шығады. Молочная девочка тортына кез келген крем жарайды. Заварной крем болсын, сливки, творожный сырмен болсын. Және арасына сіздер начинка жасасаңыздар да болады. Джем жасап, немесе вареньяның көмегімен шоколадный начинкалар жасасаңыздар да болады. Корждардың барлығына крем жағып салып болғаннан кейін, соңғы корждың бетіне крем жағып,
салафан кигізіп холодильникке 1 сағатқа қоямыз. Осы уақыт аралығында енді тортымыздың шетін сәндейтін вафельный крошка жасаймыз. Ол үшін бөлме температурасындағы сары майдың үстінен қант ұнтағын қосып, 1 келкі масса болғанша араластырамыз. Вафельный крошкаға да керек заттардың барлығын описание бөлімінде қалдыратын боламын. Сол жерден оқып алыңыздар. Сары май мен қант ұнтағын 1 келкі етіп араластырылғаннан кейін үстінен жұмыртқаның ағын құйып, тағы да араластырамыз. Оның үстінен ұнымызды салып, 1 келкі масса жасап араластырамыз. Ал енді пергамент қағазын алып, бетіне қамырымызды өте жұқа етіп салып шығатын боламыз. Және қызып тұрған пеште қарап тұрып пісіріп алатын боламыз, өйткені тез күйіп кетеді. Көріп тұрғандарыңыздай орта жағы менде сәл қалыңырақ болып қалды. Тортымызды холодильниктен алып, пышақтың көмегімен шетін 1 жүргізіп шығып, кольцосын алатын боламыз. Торттың шет-шетіне және бетіне 1 қабат сливкемен жасалған крем жағып шықтым. Сіздер оны жасамасаңыздар да болады. Ал енді торттың шет-шетін вафельный крошкамен қаптайтын боламыз. Немесе сіздер өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Менің сіздерге көрсетіп жатқаным үй жағдайындағы сәндеудің ең оңай тәсілі. Торттың бетін мен кокосовый стружкамен және осы вафельный крошканың үгітіндісімен сәндедім. Осымен тортымыз дайын, корждары өте нәзік болып шығады, дәмді. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өз ойларыңызбен комментарий бөлімінде бөліссеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын, назарларыңызға үлкен рахмет.